Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен 9 сынып химия практикалық жұмыстың біріншісі ион алмасу реакциялары тақырыбы 28 беттегі жаңағы тапсырмаларды орындайтын боламыз. Номер бірінші практикалық жұмыс, яғни бірінші тәжірибе. Бұл жерде натрий OH-ға фенолфталиинді қосу қажет болады. Яғни онда таңқурай түсті пайда болады. Фенолфталиин бұл жерде бізде индикатор болып саналады. Енді натрий OH-ға күкірт қышқылын қосамыз, нәтижесінде натрий сульфаты және су шығады. Реакцияны теңестіруді ұмытпаймыз. Одан кейін өзгеріс бізде таңқурай түс жойылып кетеді бұл реакцияда. Енді 3 иондық теңдеу бойынша жазамыз, яғни молекулалық теңдеу, толық иондық теңдеу және қысқартылған теңдеу болып саналады. Енді осы бірінші реакцияны жазып теңестіріп аламыз, одан кейін иондарға ыдыратамыз. Натрий плюс болады, OH минус, сутек плюс болады, SO4 минус 2 болады. Бұл жерде иондардың қалай білеміз деп жаңағы осындай сұрақтар туындайтын болса, онда Менделеев кестесін пайдаланып, артындағы, яғни ерігіштік кестеге қарай отырамыз. Сол жақта иондардың сандарын анықтауға болады. Мысалы, SO4 минус 2. Металдар көбіне плюс болады, яғни катиондар болады. Соңында енді қысқартылған теңдеуде бізде OH қалады және сутек, яғни сутектен 2 болып кетеді, H2O түзіледі екен. Енді екінші тәжірибеде бізде көк тұнба түзіледі. Не байқалды дегенде, оны да молекулалық толық иондық қысқартылған иондық теңдеу түрінде жазып аламыз. Тұнбаларын қоямыз. Газ болса стрелканы жоғары қоямыз. Үшінші тәжірибеде не байқалды дегенге көмір қышқыл газы бөлінді деп жазамыз. Оны да, бұл реакцияны да молекулалық толық иондық қысқартылған теңдеу түрінде жазып аламыз. Яғни біріншіде натрий карбонатына күкірт қышқылын қосамыз, натрий сульфаты, SO2 газ бөлінеді және H2O. Бұл молекулалық теңдеу. Енді толық иондарға ыдырату үшін, егер еритін болса, барлығын иондарға ыдыратып, жаңағы минус плюстарын қойып шығамыз. Ал ерімейтін болса, яғни тұнбаға түссе, сол бойынша жазамыз. Енді келесі бізде төртінші тәжірибеде бізде не байқалды дегенге, бірінші сынауқта ақ тұнба, екінші сынауқта сары тұнба байқалады. Бірінші сынауқ бойынша жаңағы натрий хлорға күміс нитратын қосамыз, нәтижесінде натрий нитраты және күміс хлориді аргентум хлор түзіледі. Бұл бізде көбінде ақ тұнбаға түзіледі. Осыны естен шығармаңыздар. Одан кейін толық иондық теңдеуге ыдыратамыз. Натрий плюс, хлор минус, күміс плюс, NO3 минус, натрий плюс, NO3 минус және аргентум хлор тұнба болғандықтан оны ионға ыдыратпаймыз. Сол күйінде жазамыз. Яғни қысқартылған иондық теңдеуі, яғни соңындағы бізде нәтижесінде қалады аргентум плюс хлор минус тең аргентум хлор тұнбаға түседі. Бұл жерде екінші толық иондық теңдеуді бірінші жазып алғаннан кейін бірдейлерін бәрін қысқартып шығамыз да, жаңағы мысалы аргентум хлор тұнбаға түсіп кетсе, ол қысқартылмайды. Себебі ол иондарға ыдырап тұрған жоқ. Ал екінші сынауқта бізде натрий фосфатына жаңағы күміс нитратын қостық, нәтижесінде күміс фосфаты және натрий нитраты шығады. Реакцияны теңестіріп аламыз және толық иондық теңдеу түрінде жазып аламыз. Одан кейін бізде бұл жерде толық иондықта тағы да күміс фосфаты тұнбаға түсіп тұр. Енді бұл жерде соңғы қысқартылған иондық теңдеуде күміс қалады, яғни плюс, алдында 3 деген коэффициенті бар. Одан кейін по4 3 минус
тең күміс фосфаты тұнбаға түзіледі. Тұнба болса бізде стрелка төмен қарайды. Осымен практикалық жаңағы жұмыс түсінікті деп ойлаймын. Егер түсінбеген жерлеріңіз болса комментарий бөліміне жаза кетіңіздер.